Шығын туралы ойлауды тоқтатудың жалғыз жолы кіріс туралы ойлау. Бір нәрсе жоғалтып алсаңыз да өзіңізге былай деңіз. Құдайға шүкір, осыны ғана жоғалттым. Осы шығынмен барлық негативті сәтсіздіктер кетсін. Өзіңізге де басқаларды ұрыспаңыз. Жоғалтқанның бәріне қолыңызды бір сілтеңіз. Енді ештеңе қайтып келмейді. Керісінше табыс туралы ойлана бастаңыз. Сіздің назарыңыз кіріс алуға бағытталуы керек. Сонда тасыңыз өрге домалайды. Мұны бірден түсіне қоймадым. Маған ұзақ уақыт керек болды. Түсінгенде ойларымды басқара бастадым. Нәтижесінде бәрі өзгерді. Егер сіз тынымсыз жұмыс жасасаңыз, жағдай өзгереді деп ойлауды тоқтатыңыз. Өзіңізбен жалғыз қалғанда, ешкім кедергі жасамағанда табыс туралы ойлана бастаңыз. Бұл ойлар сізге шығармашылық ойлау мен түйсікті оятады. Түйсіктің көмегімен 10 нұсқаның арасынан жалғыз дұрысын таңдап береді. Ол сізге көмектесе бастайды. Сондықтан тек табыс туралы ойланыңыз. Табыс, сәттілік және жетістіктерден басқа ештеңе туралы ойламаңыз. Ең басында қиын болады. Теріс ойлар, жағымсыз эмоциялар мен күмәндар кедергі келтіреді. Осының бәрінен қорғайтын ерекше сауыт киюіңіз керек. Себебі теріс ойлар үнемі пайда болады. Сонымен қатар несие берушілер сізге қоңырау шалады. Олармен сөйлескеннен кейін күні бойы қошыңыз болмайды. Жұмыс істей алмайсыз, сондықтан сізге сыртқы теріс әсерден қорғайтын сауыт қажет. Сіз қарызды төлегіңіз келеді, бірақ олар жұмыс істеуге кедергі келтіреді. Олардың неге екенін белгісіз, қарызды қайтарғыңыз келмейтініне сенімді. Олар сізге сенбейді, тіпті қарыздың өтеу ретінде сізден бірдеңе алуға дайын. Осымен өмір аяқталғандай қорытынды жасауға асығады. Бірден несие берушіге мынандай сұрақ қойдым. Жақсы, саған ақшаны қайтарамын. Осыдан мәселен шешіле ме? Ол болса, жоқ, бірақ маған ақша керек деп жауап қайтарады. Ең бастысы қарыздың өсуін тоқтату. Мұндай жағдайда саналы қарым-қатынас осыны талап етеді.